12740 әскери бөлімі жөндеу ротасы жалпы ағымдағы жөндеу жұмыстарын ғана емес, техникалық қызмет көрсету жұмыстарынан бөлек техникалық қалпына келтіру жұмыстарында жүзеге асырылады. Яғни ол істен шыққан техникалардың қандай да бір құралдары сынған немесе бұзылған жағдайда оны қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асырамыз. Яғни оны жүзеге асыру дегеніміз жалпы жөндеу және техникалық қызмет көрсету пунктінде арнайы шеберханалармен жүзеге асырылады. Оның ішінде техникалық қызмет көрсету пунктінде темірді балқыту токарлық шеберханалары орналасқан. Яғни шеберханаға түскен арнайы құралды, арнайы қалыпты қойып, оған темірді балқыту арқылы құямыз. Және балқыған темірді, арнайы дайын болған темірді жону немесе қысқарту арқылы токарлық шеберханасында өңдейтін боламыз. Ал енді сынған құралдарды арнайы дәнекерлеу шеберханасында дәнекерлеу арқылы қалпына келтіреміз. Ротада жалпы техникалық қызмет көрсету пунктінде жұмыс істейтін әскери қызметшілердің басым көпшілігі мерзімді әскери қызметшілер. Оларды басында алғашы келген әскери қызметшілерді арнайы даярлықтан өткізіп, осы лауазымдарға тағайындаймыз. Мысалға, токарлық шеберханасында қызмет атқарып жатқан сарбаз, ол қатардағы жауынгер Аманжол. Арнайы орта білімі бар токарлық мамандығының иесі. Яғни сол мамандығына байланысты арнайы даярлықтан өтіп, токарлық шеберханасында жұмыс атқарады. Қазақстан Республикасының президенті жоғарғы бас қолбасшы 2025 жыл жалпы жұмыс жылы деп бекіткен болатын. Әскери қызметте жауынгерлік әзірлікті жоғарғы дәрежесіне келтіру мақсатында әрбір әскери қызметші өз лауазымында осы бағытта қызмет атқаруда.